Сәлеметсіздер ме, көмектесіңіздер? Қалдарыңыз қалай? Түгелміз ба? Жақсы, отыра қойыңыздар. Қазір Платонсқа белгілеп алайын, не істеді? Хамзахунова Дилира бар, Араб Индира, Боранбай Ғазизат, Валеева Гүлфира, Ербол Айша барсың ғой, Әділбек қызы Айдана бар, Жексенбай Асел и Жұмабай қызы Құралай. Дұрыс па? 8 группада бізде 8, қошамызда. Жақсы, молодцы. Олай болатын болса, балалар, біз сабағымызды бастайық. Осы уақытқа дейін өздеріңіз білесіздер, мергерісі негіздері пәнінен біз өте ауқымды тарауды бастадық. Қандай тарау? Дәрілік заттарды енгізу. Дәрілік заттарды біз енгізіп жатырмыз. Яғни ең алдымен біз энтеральды үйрендік, енді біз одан кейін парентеральды үйрендік. Дұрыс па? Осы уақытқа дейін біз қандай инъекцияның түрін үйрендік? Кім айтады? Айта ғой. Тері ішіне, тері астына, сосын бұлшықетке салдық, көктамырға инъекция орындадық, және де қан алуды үйрендік. Тері іші, отыра ғой. Тері іші инъекциясы, тері асты, және бұлшықетке инъекция енгізу, сондай-ақ көктамырға инъекция енгізу и қан алу. Қан алудың екі түрін үйрендік. Біз шприц арқылы қан алу және бабочка. Жоқ, бабочка демейміз ғой, бакутейнер арқылы қан алуды үйрендік. Дұрыс па? Сонымен қатар біз қан алудың екі түрін үйрендік, біреуі шприц арқылы қан алу, екіншісі вакуумтейнер арқылы. Жақсы, молодцы. Вакуумтейнер вакуумды жүйе арқылы қан алуды үйрендік. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі үйренетін жаңағы инъекцияның түрі көк тамырға тамшылатып инъекция енгізу, яғни система. Білесіңдер, сіздер ауруханада көрдіңіздер, науқастар системада жатады, система салып жатады. Өздерінде өмірлерінде алып көргендері бар шығар система. Оған туысқандарын алып көрген болды. Ол системаны бүгін қалай салады екенбіз, оның ерекшелігі неде, оның артықшылығы неде, және де оның салу техникасын бүгін үйренетін боламыз. Алгоритм бойынша жұмыс жасайтын боламыз. Түсінікті ғой, иә? Сонымен қатар, қазір инъекцияны барлығымыз мен бірінші сіздерге көрсетемін, бұрынғыдай. Содан кейін жаңағы әркім бір студенттен шығарып, 3 студенттен шығарып үйренесіңдер, және де одан кейін әркім маған жеке тапсыратын болады. Жеке тапсыру барысында сіздер мынандай чек-листпен, өзіңіздің білесіздер ғой, чек-лист қолданамыз ғой, көк тамырға тамшылатып құютыңда өзінің арнайы чек-лист бар. Осы чек-лист бойынша сіздердің әрқайсыларыңыздан алатын боламын. Келістік па? Сабақтың мақсаты түсінікті ғой, иә? Енді көк тамырға инъекцияны тамшылатып енгізудің мақсаты емдік мақсатта. Емдік мақсатта саламыз бұны, иә? Науқасқа міндетті түрде науқас ол кезде жату керек болады. Көк тамырға инъекция, жалпы парентеральды жолмен инъекция енгізудің артықшылығы не деді? Тек энтеральдыға қараған кезде. Парентеральды жолмен дәрілік зат енгізгенде бірден қанға түседі, бірден әсер етеді. Ал енді энтеральды жолмен болған кезде ауыз арқылы, одан кейін асқазанға түседі, одан кейін барып, жарты сағаттан кейін барып, науқасқа әсер ететін болып келеді. Неде? Ал бұл жерде біз және де энтеральдың артықшылығы бар, ешқандай уақытты талап етпейді. Дұрыс па? Сен жолға келе жатсың ба, любой дәріні алып іше бересің, тек суың болса болды, тек уақытысын білсең болды, іше бересің. Ауруханада да тура сондай көземен қойып науқасқа уақытысымен дәріні беріп отыру керек болады. Ал енді парентеральды жолмен дәрілік затты енгізудің жаңағындай бір кемшілігі ол уақытты талап етеді. Міндетті түрде біздің мақсатымыз дәл уақытысында және де дәл сол сәтте дәрігердің тағайындауы бойынша сол нұсқаманы дұрыс және толығымен орындау. Түсінікті ғой, иә? Уақытты талап ететін болып келеді бұл. Өйткені бұл кезде біз науқасты процедурный кабинетке шақырамыз, ал егер науқас өздігінен жүре алмайтын науқас болатын болса, онда оны не істейміз? Палатасына апарып салатын боламыз. Түсінікті ғой? Жақсы, онда бастаймыз. Көк тамырға тамшылатып инъекция енгізу барысында біз ең алдымен науқаспен тілдесуіміз қажет болады. Себебі кейбір уақыттарда бізде науқасқа 200 мл жаңағы система салу керек болады. Кейбір уақыттарда науқасқа біз 100 мл көлемінде инъекция салу керек болады. Және де бұл инъекция салу барысында дәрілердің күшіне де байланысты, яғни кейбір дәрілер болады өте баяу түрде жүргізу керек болады. Кейбір дәрілерді өте жылдам жүргізсек те болып келеді. Және де ол науқастың жасына және де қойылған диагнозына байланысты біз науқаспен яғни қарым-қатынас орнатуымыз қажет болады. Сәлеметсіз бе? Мен бүгінгі кезекші мергер Кисанова Назым Көкенқызы. Қазір сізге дәрігердің тағайындауы бойынша көк тамырға тамшылатып енгізу дәріңізді құятын боламын. Сондықтан сізге дәретіңізді сындырып алуыңызды өтінемін. Науқаспен қарым-қатынас орнатып болғаннан кейін, күтім заттарын барлығын жинап болғаннан кейін біз бір реттік қолданылатын, яғни залалсыздандырылған қолғабымызды киюіміз қажет болады. Ол үшін біз қолғабымызды не істейміз? Ашып, дайындап алуымыз қажет болады, дұрыс па? Ашып, дайындап алуымыз қажет болады да. Енді барып біз не істейтін боламыз, балалар? Қол жуамыз, дұрыс айтасыздар. Қай бұйрық дедіңдер? Қай бұйрық дедіңдер? 151 бұйрық бойынша. Немен жуамыз? Сұйық сабынды алып, 3-5 мл сұйық сабынды алып, дұрыс айтасыздар.
кептіріп сүртеміз, дұрыс па? Тастаймыз. Тастаймыз, е? Қолымызды не істейміз? Антисептикпен өңдейміз. Ең алдымен қай қолды киеміз, балалар? Оң қолды киеміз, е? Дұрыс айтасыздар, оң қолымыздан бастаймыз. Екінші бар, сол қолымызды киеміз, е? Перчатка киіп болғаннан кейін қайда тастаймыз? Қай классқа? А классына тастаймыз. Бұйрық 96-шы бұйрық. Қандай? Не деп аталады? Жоюға арналған қалдықтар, е? Жақсы. Ал енді кеттік. Енгізілетін дәрімізді не істейміз? Өңдеп аламыз. Өңдеп аламыз, дұрыс айтасыздар. Өңдеп болғаннан кейін жүйемізді қайтеміз? Енгіземіз, е? Жүйемізді енгізетін боламыз. 90 градуста ұстаймыз. Енгізіп. Ауасын қайтеміз? Жоқ, жаңағы. Жаппаймыз ба? Жабамыз ғой. Жабамыз бірінші өйткені. Біз қазір енгізіп болғаннан кейін барып, мына жерге содан кейін барып ауасын шығаратын боламыз. Енді қараңыздар. Енді осы жерде мынаны біз жарты бөлігіне дейін жинап аламыз. Дәрілерді жарты бөлігіне дейін жинап аламыз да, енді барып біз не істейміз? Ауасын шығарамыз. Ауасын шығаратын боламыз. Молодцы. Жақсы. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Бәлетсе көріп тұр ғой? Өзіміздің көз мөлшерімізде, міне, көз мөлшерімізде ауа шықты ғой, иә? Көз мөлшерімізде ұстап, ауасын шығарып алатын боламыз. Енді жабамыз. Жаптық, көрдіңіздер, иә? Жаптық. Енді біз науқасқа келетін боламыз. Так, енді біз не істеуіміз керек болады? Қолымыз антисептикпен өңдеп алуымыз қажет болады, аха. Не істейміз енді? Біз мақта шаригін дайындап аламыз. Мақта шаригін дайындап аламыз, және де бізге не керек болады? Лейкопластыр керек болады, е? Лейкопластыр керек болады. Бізге екі жерден лейкопластыр дайындап аламыз, өйткені біз екі жерден науқасын бекітетін боламыз. Білесіңдер, е? Жүгітпен беттен жоғары біз 3-тен 2 бөлігі жағын жаңағыдай жүгітпен қысамыз да, науқасқа не деп сұраймыз? Жұмыс ашуын сұраймыз, е? Сол моментте біз не істейміз? Яғни қанға толған тамырды пальпация жасау арқылы тауып алуымыз қажет болады. Яғни сырттан ішке қарай үлкен аймақта бір рет сүртіп аламыз, дұрыс па? Қанға толған тамырды тағы да бір пальпация жасап тауып, оны кіші аймақша жоғарыдан төмен қарай бір рет сүртеміз. Дұрыс па? Енді біз системамызды алып бірінші теріні тартып тұрып, бірінші теріге, одан кейін оған параллель не істейміз? Тамырға түсеміз, тамырға енгіземіз. Иненің 3-тен 2 бөлігі кіру қажет болады, е? Мына басып көреміз. Сол кезде мына жер не деп аталады? Канюла. Канюладан не шығу керек? Қан шығады, қан шығады, аха. Ақырын жгутты басып шығарамыз. Және де тағы да бір басып көреміз. Неге? Онда мақсатымыз біз жгутты шешкен кезде, яғни тамыры шығып кетпеді ме? Дұрыс айтасыздар. Енді қараңыздар. Мына бір канюланың үстінен жабыстырамыз біреуін. Бір лейкопластырымызды канюланың үстінен жабыстырамыз. Екінші лейкопластырымызды, яғни резинкасынан жабыстырып қоятын боламыз. Енді ақырындап біз ең бірінші тамшысы, яғни 5-10 тамшыдан кетеді науқасқа, 5-10 тамшыдан, одан кейінгі орташа тамшы 20-30 тамшыдан, одан кейін ең жоғарғы тамшысы 50-60 тамшыға дейін болады. Бірақ кейбір жағдайларда, мысалы, жаңағы жүрек ауруларымен ауыратын науқастарда, мысалы үшін сепсис болып жатқан науқастарда көбінесе баяу түрінде кете беретін болады. Бәрінде осындай бір қалыпты, яғни тамшын жібермейміз деген сөз ғой, түсініңдер ғой. Кейбір уақыттарда мысалы қан құю болады. Қан құйғанда да осылай құя алады ғой. Ол кезде де өте баяу түрде жіберіледі. Түсінікті, иә? Так, бұл яғни көк тамырға тамшылатып инъекцияны енгізу. Так, енді бұдан болатын асқынулар қандай балалар? Бұдан болатын асқынулар ауа эмболиясы. Ауасын шығармаған кезде ауа эмболиясы болуы мүмкін. Флебит болуы мүмкін. Яғни көк тамырды көріп тұрсыңдар, күнделікті салынғаннан кейін, ол мысалы үшін тамырдың тура сол жеріне сала берсең, ол флебит болуы мүмкін. Тромбофлебит болуы мүмкін. Тромбофлебит дегеніміз бағана жгутты шешпей, біз дегеніміз жаңағындай салып дәріні жіберіп жіберсек, онда ол тромбофлебит болып кетеді. Сондай-ақ сепсис болуы мүмкін. Яғни біз ол неден шығады сепсис? Ол біздің жаңағы күтім заттарымыздан, біздің қолымыздан шығады. Сол үшін мен міндетті түрде антисептикпен қайта-қайта өңдеп отырдым науқасқа. Барадан күтім заттарын қолданғаннан кейін де барлығында да мен міндетті түрде антисептикті қолданып отырдым. Көріп тұрсыздар, иә, өздеріңіз. Және де ВИЧ спидтің жұғуы болу қаупі бар, иә. Және де анафилактикалық шок. Сондықтан біз күнделікті бұл дәріні салып жүрсек, сұрамаймыз, ал егер де біз осы науқасқа, яғни дәріні салмастан бұрын біз не істеп аламыз деп айттым алдыңғы сабақтарда? Не жасаймыз ең бірінші, науқасқа аллергиясы бар жоғын тексеріп, біз проба жасаймыз, иә? Проба жасаймыз. Жақсы, оны білесіңдер, иә? Проба жасаймыз. Соны жасамаған кезінде не болуы мүмкін? Аллергия, одан анафилактикалық шок болуы мүмкін. Дұрыс айтасың, анафилактикалық шок болуы мүмкін. Сондықтан біз міндетті түрде науқасты аллергиясына тексеретін боламыз. Түсінікті ма сіздерге? Енді біз апай бізді қалай тоқтатамыз, қалай аламыз дейсіңдер, иә? Міне мына мойнына жетеді ғой. Мойнына келген кезде біз міндетті түрде тоқтатамыз, жабамыз. Біз не істейміз? Үшінші мақта шаригін дайындап аламыз. 4-5 саусақтың ортасына қысамыз.
Лейкопластырлерімізді не істейміз? Аламыз. Алып, мақтамызды басып тұрып, инені, яғни мақтаны қаттырақ басып тұрып, инемізді біз шығарып аламыз. Науқасқа қолын бүгін сұраймыз. Науқас қолын бүгеді, біз қолданылған күтім заттарының барлығын тастаймыз. Науқасқа жатуын сұраймыз, науқасқа әлде жатып демалып тұруын сұраймыз. Түсінікті ғой, бала, түсінікті. Енді біз не істейміз? Қолбағымызды шешеміз. Жұмыс аяқталған? Салып болдық па? Қолбақ шешу техникасы білесіздер ғой? Қалған жоқсыздар ғой? Бірінші оң қол шешеміз, өйткені біз оң қолмен көп жұмыс жасаймыз. Оң қол сол перчатканың қолғаптың ішінде қалу керек. Дұрыс қой, білеміз ғой бәріміз? Жақсы. Қазір былай болады, енді 3 студент шығып қатар-қатар жасаймыз, одан кейін әркім жеке-жеке жасайтын болады. Пока 3-3-тен бөлініп жасайтын боламыз. Жарай ма? Алдымызға аламыз. Алдымызға алып өңдейміз. Тексермейміз ба енді? Тексерейін деп тұрмын. Бірінші енді енесін жалғастырғаныз, қолыңызға ұстамай. Тексеріп болдық па? Бүтін барлығы. Бүтін. Тересі. Садаққа тастаймыз. Қоямыз. Қой, манипуляцияны ұстаймыз. Қойып барып, ашамыз ауасын. Сөйтіп жабамыз. Не болды сіздер? Тәптіңіз ба? Жақсы. Не істейміз енді? Білеміз. Мынаның аты не деп аталады? Штативке ілеміз деп айтамыз. Штативке ілеміз. Өткен жолы қамалған кезде ауасын шығардық па? Көздерінде шығардық. Қазір. Ауасы шықты, да? Көпера. Көзден кейінде біз не істеп жатырмыз? Үшінші жәрдем дайындап жатырмыз, қолымыздың 4-ші және 5-ші тоқтамына қысып қоямыз. Жақсы. Және пациентке қолын бүгін сұраймыз. Көрдіңіз ба? Пациентке қолын бүгін сұраймыз. Жақсы. Біз айтпадық қой, баяу тамшысығанша, орташа тамшысығанша, ең жоғарғы тамшысығанша, орташа 20-30, одан жеңісі 50-60 тамшы. Жақсы, білеміз ғой, жақсы. Асқынулар, қандай болатын асқынулар бар? Флебит болуы мүмкін, яғни осы орынға қайта сала берген, ол жерде флебит пайда болуы мүмкін, немесе тромбофлебит болуы мүмкін. Және де егер де біз ауасын шығармай салатын болсақ, ол жерде эмболия болуы мүмкін. Ауа эмболиясы болуы мүмкін. Анафилактикалық шок болуы мүмкін. Сепсис болуы мүмкін. Жақсы. Сабақ түсінікті ма? Барлығымызға түсінікті. Енді қазір сіздер енді чек-лист бойынша маған жеке-жеке әрқайсысы жеке-жеке тапсыратын болады. Мен жаңа сабақтың басында айтып өткен болатын емес сіздерге. Жеке-жеке әрқайсысы жеке-жеке орындап беретін болады маған. Осы 3 студенттің орындағаны, менің орындағанымша 3 студенттің орындағаны сіздерге түсінікті болды ғой?